Информациялық технологиялардың тез патпенен раважлануы мамлекетімізде жүз беріп атырған өзгерістерге ұнамлы тәсір етіп, реформалар өнімдарлығын асырады. Халық мәпілерін тәмелеуге қызмет етеді. Хам жаңа имканиятлар есігін ашады. Нәубеттегі техно әлем рубрикасында біздің күнделікті тұрмысымызға кіріп кетірген электрон үкімет түсінігіне кеңірек тоқтап өтеміз. Үкімет хақында көпшілік толық мағлұматқа ие болмауы мүмкін. Бірақ уақыттың өтуіменен тұрмыстың барлық тараулары электрон үкімет тарауына өткеннен кейін бұл хақында толық мағлұматқа ие болуы мүмкін. Электрон үкімет атамасын дәстүрлі үкімет атамасымен алжастырмау керек. Себебі электрон үкімет системасында мемлекет дәрежесіндегі административ тәртіп принциплер автоматластырылады. Яғни интерактив қызметлердің саны да артады. Қазіргі уақытта электрон үкімет системасы ақш, Құбыла Корея, Германия, Еуропа мемлекеттерінде кеңінен раважланған. Яғни бұл мемлекетте пайдаланушылар, яғни бұқара үйлерінде отырып әртүрлі интерактив қызметлерге тапсырма бере алады. Яғни онлайн тәрізде сатып алу, төлеу, ямаса білімлендіру тарауында болса аралықтан оқыту, ямаса оқу имканиятына ие. Сондай-ақ құжат алмасу, электрон тәрізде қол қою сияқты операцияларды да қазіргі уақытта дүния елдерінде кеңінен пайдаланылмақта. Электрон үкімет сөзі интерактив қызметлерді өз ішіне қамтиды. Яғни интерактив қызмет дегеніміз интернет арқылы қызмет көрсету болып табылады. Электрон үкімет іскерлігі үш басқышта белгіленеді. Яғни мемлекет бизнес, һәм мемлекет бұқара. Яғни карханалар, мемлекетлер өзлерінің іскерлігін интернет тармағы арқылы онлайн рәвіште құжат алмасуы, бір кархана һәм екінші карханалар арасындағы информация алмасуы болып табылады. Ал бизнес тарауы бойынша да автоматласады. Яғни бұл тарауда түрлі декларациялар, экспорт, импорт тарауларын тізімге алу бойынша есаптар, статистикалық мағлұматлар электрон формаға келтіріледі. Яғни іс-білермелер үшін кең имканиятлар жаратылады. Себебі олардың пұлы һәм уақыты үнемленеді. Ал бұқаралар үшін болса, үйлерінде отырып әртүрлі қызметлерді әмелге асыруы мүмкін. Яғни халықпенен пікірлесу механизмін және де жетілдіру бойынша электрон үкімет системасы өзінің ұнамлы тәсірін көрсетеді. Сондай-ақ электрон үкімет мемлекет іскерлігі өнімдарлығын да арттырады. Артықша қаражеттілерді уақытты үнемлеуге үлкен шарайат жаратып береді. Елімізде де бұл бойынша бірқатар іс-илаждар алып барылмақта. Яғни электрон үкімет системасын раважландыру бойынша 2013 жылы жалғыз интерактив мемлекет қызметлері порталын іске түсірді. Бұл порталға 308-ден астам интерактив қызмет түрлері енгізілді. Бұл порталға біріншілерден болып мемлекеттік салық комитеті, мемлекеттік бажхана комитеті, ID-UZ идентификация системасы, һәм Өзбекстан Республикасы Халық банкі өзлерінің информациялық системаларын һәм ресурсларымен жайғасты. Ал қазіргі уақытта жалғыз интерактив қызметлер порталы жылдан жылға раважланғанын көруімізге болады. Себебі бұл порталға қазіргі уақытқа келіп 1 миллионнан астам мұражатлар келіп түсті. Яғни бұл порталдың көлемі де үлкейді деген сөз. Яғни қазіргі уақытта бұл портал арқылы 2400-ден артық қызмет түрлері, мемлекеттік органдар һәм карханалар өзлерінің қызметлерін ұсынып келмекте. Елімізде қожалық субъектілерінің барлық түрлері электрон формаға келтірілген. Яғни салық төлемлері, статистика бойынша мағлұматлар һәммесі электрон формаға келтірілген. Сондай-ақ декларацияларды құжатлестіру, есаптарды жүргізу һәммесі электрон формаға келтірілген. Соның менен бір қатарда 2013-2020 жылларға арналған Өзбекстан Республикасы Милли информациялық системасын раважландыру бойынша комплекс бағдарлама ісілеп шығылған. Бұл бағдарламада электрон үкімет системасын раважландыру бойынша бір қатар істер алып барылмақта. Яғни
телекоммуникация инфраструктурасының тезлігін 2020 жылға шекем арттыру мақсат етіп қойылған. Сондай-ақ 2020 жылға шекем алыс ауылларда интернетті рауажландыру үшін 17 ірі жойбар әмелге асырылмақта. 2017-2021 жылларда Өзбекстан Республикасын рауажландыру бойынша баслы 5 бағдар бойынша харекетлер стратегиясында да электрон хүкімет системасын рауажландыру бойынша мәселелерге айрықша әтібар қаратылған. 2017 жыл халықпенен пікірлесу һәм инсан мәплері жылында да электрон хүкімет системасын рауажландыру бойынша 2018-2021 жылларға арналған тиісті бағдарлама ісілеп шығылмақта. Мысалы үшін, әділдік системасында, суд системасында да электрон, яғни заманауи информация коммуникациялық технологияларды енгізу һәм бір қатар іс-лажларды ісілеп шығу, сондай-ақ парламент системасына әтібар беретұғын болсақ, электрон парламент хаққындағы низам жойбарын таярлау һәм парламентті заманауи информация коммуникация технологияларын енгізу арқылы депутатлар, сенаторлардың өзлерінің сайлаушыларыменен, бұқараларменен жақын пікірлесуді орнату назерде тұтылған. Нотариус жұмысларын автоматластыру, коммунал төлемдер хаққындағы мағлұматларды қағаз көрінісінде емес, ал электрон көрінісінде алу. Сондай-ақ, бұқаралар арзаларды да электрон көрінісінде жіберу мүмкіншілігіне ие болады. 2018 жылдың январ айынан бастап болса, лицензия беру тарауында ешқандай қағаз ісілетілмейді. Яғни барлық лицензиялар электрон формада беріледі. Мемлекеттік органдар қызметкерлері һәм халықтың интернеттен пайдалану имканиятларын кеңейту һәм компьютер сауаттылығын асыру бойынша іс-лажлар көріледі. Қысқасы, осы һәм басқа да актуал вазипалардың табыслы әмелге асырылуында мемлекет қызметкерлері саны һәм сапасы асырылады. Халықпенен пікірлесуді жаңадан жаңа жоғары басқышқа көтеруге имканият жаратады. Информациялық технологиялардың рауажлануы интерактив қызметлердің көбеюіне алып келеді. Бұл болса өз кезегінде электрон хүкіметтің жетілісіп рауажланып баруына түрткі болады.